Ақтауда жаңа оқу жылы қарсаңында 31-А шағын ауданынан заманауи үлгідегі мектеп ашылды. Білім ордасының корпусы типтік жоба бойынша салынып, 1200 орынға есептелген. Жаңа мектептің лентасын облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Серікбай Төлетов пен саналы ғұмырын жас ұрпаққа білім беруге арнаған Салиха Ыдырысова қиып, қонақтар оқу кабинеттерімен танысты. Жаңа оқу орнында балалардың сапалы білім алуына барлық жағдай жасалған. Онда 48 оқу кабинеті, 4 оқу шеберханасы, 6 компьютерлік сынып пен спорт зал бар. Сондай-ақ 256 орынға арналған акт зал мен 120 орында асханамен қамтамасыз етілген. Енді бүгін мынау ең ұлық күннің бірі деп айтсам болатын шығар. Себебі бәріміз де осы мектептің табалдырығын аттадық, мектептен шықтық. Осы балалар сияқты міне тардай болып кіріп, таудай болып шығып, осында үлкен біз мына өмірлік жолға аттандық. Ұстаздарға айтатыным, жалпы білім беру саласында, тәрбие беру саласында сіздердің рөлдеріңіз өте жоғары. Сондықтан сіздер де осы балалардың жақсы болу шығуына, білімді, ілімді болу шығуына үлкен үлес қоссаңыздар екен деп ойлаймын. Сіздердің дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын, шыдамды болыңыздар, сабырлы болыңыздар. Тек қана жақсылық сіздерде көп болсын. Мектептің білім берудегі басты ерекшелігі даярлық сыныптарының болуы. Бұл ата-аналар тарапынан көп ұсыныс түсуіне байланысты мақұлданған. Қазір даярлық сыныптарына 375 бала қабылданып, олар 12 сыныпқа бөлінген. Сондай-ақ мектепке батыс өңірінен физика пәнінің мұғалімі шақыртылған. Жоғары санатты ұстаз болашақта олимпиада мен ғылыми жобаға қатысатын оқушыларды дайындайтын болады. Біздің шағын ауданда 1200-ге арналған мектеп ашылып жатыр. Қазіргі таңда 140-тай мұғалім сарапталып қабылданды. Мектебімізде 2 кезеңде тұрады. Бірінші сыныптар қабылданды. Олар бірінші сыныптардың саны 11, 258 оқушы. Жоғарғы санатты 20 шақты мұғалім болса, 3 шеберіміз бар. Модератор 56, зерттеуші 10 шақты зерттеушіміз бар. Енді биылғы таңда бұл мектебімізді ашылуына ата-аналар тарапынан да, қоғам қайраткерлерінің де өздерінің үлестері бар. Ол кісілерге өзіміздің алғысымызды айтамыз. Қаланың жоғары шағын ауданынан жаңа мектептің ашылуы ата-аналардың да қуанышын еселей түсті. Маржанай Отарғазиева оқу ордасына бүгін тұңғыш қызын 1-ші сыныпқа алып келді. Ол баласының соңғы үлгіде жасақталған заманауи мектепте білім алатынына дән риза. Бүгін үйіміздің жанынан жаңадан мектеп ашылып жатыр. Өте қуаныштымыз. Осы мектепті үлкен ғимаратын зәулім салып беру жатыр. Ата-аналар үшін жақсы, және балалар үшін де болашақта балаларымыз жақсы білім алып, бүкіл жағдай жасалған, барлық мұғалімдерге де мүмкіндіктер бар. Мектеп салынып берген. Осы жерде балаларымыз жақсы білім алып, жақсы шәкірт болып шығатындығына сенім білдіреміз. Көп рахмет айтамыз. Қуанышымызда шек жоқ. Айта кетейік, өңірде мемлекеттік, жеке және арнайы барлығы 185 мектеп бар. Онда 175 мыңнан астам бала білім алуда. Маңғыстау облысында бала туу көрсеткіші жоғары. Сәйкесінше облыста соңғы 5 жылда оқушылар саны 35 мыңға артқан. Дәметкен Саматқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.